Баршаңызға сәлем. Бүгін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қоспаның, яғни женттің дайындалу жолымен бөлісемін. Жент дайындау үшін бізге ең бастысы талқан қажет. Одан кейін тары, бұл тарыны мен жуып, қызған табада қызарғанша қуырып алдым. Одан кейін мейізді енді әркім өз қалауынша қоспаса да болады. Печеньені үгітіп қосамыз. Сары май қажет, сары майды мен ертіп дайындап қойдым. Және қант керек. Печеньені оқтаумен үгітіп аламыз, немесе блендермен үгітіп алсақ болады. Бізде барлығы дайын тұр, енді тек қана барлығын қосып араластыра салу қажет. Талқанның үстінен тарын саламыз, қант қосамыз. Үгітілген печеньені саламыз. Мейізді қосамыз. Барлығын жақсылап біріктіріп араластырып аламыз алдымен. Одан кейін жаңаға ерітілген сары майымызды құямыз. Сары майды құйған кезде түбінде осындай тұнба қалады, ақ тұнба. Оларды құймай алып қалған дұрыс. Осымен барлығын біз қостық, енді тек қана жақсылап араластыру ғана қалды. Нәтижесінде осындай болып шығады. Қоспамыз осымен дайын, енді тек қана бізге қатыру қалды. Осы ыдыста салынған күйінде үстінен осылай басып нығыздап қатырсақ та болады, ал мен осындай пакетикке барлығын салып аламын. Және қолымыздың көмегімен осылай үстінен бастырып, нығыздап, мұздатқышқа аз уақытқа қойып қатырып аламыз. Міне жентіміз дайын болды. Дәмі өте дәмді. Жасап көруге кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын.